Тәжірибе ол суға батқанын көремін. Батпады. Батпады. Ал енді не себепті батпағанын қазір тағы да ары қарай зерттеп көреміз. Сама анны батпай жатыр. Батпайтынын көреміз. Ал неге ол қанша ішіндегі ауасын шығарсаң да неге батпады? Оның қабығына ауа әлі тұр. Дұрыс айтасың. Оның әлі қабығы тұр ғой балалар. Біз оның жартысын бөліп алып сықсақ та қабығы тұр. Демек, ауа қай жерде көбірек екен? Қабығында көбірек екен. Сырттан асқанда суға батыр. Ол көрейік. Ал көрейік. Қараңдар балалар. Суға не істеді? Батып кетті. Неге екен? Ал кім айтады? Айда ғой. Қабығында ауа көп болады, содан батпайды. Айда ғой. Қабығында ауа болғанымен ішінде ауа жоқ. Сыртында қабығында ауа көп болғандықтан ол жаңа суға батпай тұрды, Ал енді сыртын ашқанда ауа қабығында қалды да, ол суға кәдімгідей ақырына дейін мінекей батып кетті. Демек, ода ауа қалмады.